60 жастан кейін жемеу керек тағамдар. Жүрекке, бауырға, асқазанға ауыр. Көп адам бір қателік жібереді. Мен бұны 30 жыл жеп келем, ештеңе болған жоқ дейді. Бірақ шындық мынау. 60 жастан кейін ағза үнсіз ескертусіз істен шыға бастайды. Ас қорыту баяулайды. Бауыр бұрынғыдай тез тазарталмайды. Жүрек әр қателікті ауыр қабылдайды. Жас кезде көтерген тағамдар. Осы жастан кейін ауруды жаймен, байқатпай шақырады. Сондықтан бұл жаста азайту емес, кей тағамды мүлде тоқтату керек. 1. Қуырылған тағамдар. Қуырылған ет, картоп, бауырсақ, самса, қатты қуырылған жұмыртқа. Қуырылған ас неге қауіпті? Қандағы холестеринді күрт көтереді. Қан тамырларын тарылтады. Бауырды майландырады. Асқазанды күйдіреді. 60 жастан кейін бір табақ қуырылған ас. Жүрекке бірнеше сағаттық стресс. Инфаркт пен инсульт. Көп жағдайда дәл осы әдеттен басталады. Дұрыс балама. Буға піскен қайнатылған, пеште пісірілген ас. Дәмсіз емес, қауіпсіз. 2. Майлы еттер. Қазы, жал жая, майлы сиыр еті, құйрық май, көп шұжық. Майлы ет. Өттің жұмысын бұзады. Бауырды қажытады. Қанды қоюлатады. Жүрекке салмақ салады. Көп адам ет жесем қуат аламын дейді. Бірақ 60 жастан кейін артық май қуат емес, ауырлық. Дұрыс мөлшер. Тауық еті, балық, күрке тауық. Күніне 120-150 граммнан артық емес. 3. Тұзды тағамдар. Тұздалған балық, қияр, консерві, маринадтар. Тұздың зияны жас ұлғайған сайын күшейеді. Қан қысымын көтереді. Жүректі қажытады. Бүйрекке салмақ түсіреді. Аяқ-қол ісінеді. Дәрігерлер бекер айтпайды. 60 жастан кейін тұз, баяу. Кеңес. Күніне 5 граммнан артық емес. Шамамен 1 шай қасық. 4. Тәттілер мен қант. Торт, печенье, кәмпит, тәтті шай. Тәтті. Қант диабетіне апарады. Бауырды майландырады. Жүрекке зиян. Семіздікке себеп. Ең қауіптісі, қант бірден емес, жылдап өлтіреді. Қауіпсіз балама. Алма, құрма, мейіз, бал. Өте аз мөлшерде, күнде емес. 5. Ақ ұннан жасалған нан, тоқаш. Ақ нан, бәліш, тоқаш, кекс. Бұл тағамдар іш қатуға әкеледі. Қантты көтереді. Салмақ қосады. Шекті жалқау етеді. 60 жастан кейін шектің дұрыс жұмыс істеуі иммунитеттің жартысы. Балама. Қара нан, тұтас дәмді нан, кебек. 6. Ащы, өте дәмді тағамдар. Ащы соус, бұрыш, тым ащы тағамдар. Бұл ас асқазанның шыршын күйдіреді. Гастрит пен ойық жараны қоздырады. Жүрек соғысын жиілетеді. Әсіресе асқазаны ауыратын адамдарға. Мүлде болмайды. 7. Газдалған сусындар. Кола, лимонад, энергетик. Бұл сусындар қантқа толы, бауырға ауыр. Жүрек ырғағын бұзады. Кальцийді шайып жібереді. Көп адам сүйек неге ауыратынын білмейді. Себебі осы сусындар. Дұрыс таңдау. Жай су, шөп шай, компот. Қосымша маңызды кеңестер. Тамақты аз-аздан, бірақ жиі жеңіз. Кешкі ас 6:30-7-ге дейін. Ұйықтар алдында ауыр ас ішпеңіз. Су ішу күніне кемінде 1-5 литр. Қозғалыс күнде 20-30 минут жаяу жүру. Қорытынды. 60 жастан кейін аз жеу емес, дұрыс жеу маңызды. Дұрыс тамақтану жүректі қорғайды. Бауырды сақтайды. Асқазанды тыныштандырады. Өмірді ұзартады. Есіңізде болсын. Дәрі емес, тәртіп емдейді. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызға жіберіңіз. Бұл біреудің денсаулығын, тіпті өмірін сақтап қалуы мүмкін.